Достар, қолжетімді Қазақстан жобалық командасы сіздерге Chevron Мұнайгаз Инк пен Орталық Азияның Еуразия қорының қолдауымен жүзеге асырылатын қолда 3.0 бағдарламасы аясында оқуды ұсынады. Сіздердің назарларыңызға қоғамдық объектінің қолжетімділігі ең аз талаптармен оқыту бағдарламасы ұсынылады. Оқыту бағдарламасы сіздерді, тыңдаушыларды, мүгедектігі бар адамдар мен халықтың жүріп тұруы шектеулі басқа да топтар үшін қоғамдық объектілерінің қолжетімділігін қамтамасыз етудің теориялық және практикалық мәселелерімен таныстыру үшін әзірленген. Алдымен өзімді таныстырайын. Оқу бағдарламасының спикері Құлахметова Меруерт, Алматыдағы қолжетімді Қазақстан жобасының аймақтық үйлестірушісі. Оқыту бағдарламасы кім үшін әзірленген? Біріншіден, қоғамдық объектілерінің меншік иелері үшін. Қоғамдық объекті деген не? Бұл мемлекеттік органдар, денсаулық сақтау, білім беру, ойын-сауық, қоғамдық, тамақтану, сауда және мәдениет, спорт, қаржы және құқық салаларындағы ұйымдар мен мекемелер, жалпы халыққа қызмет көрсететін мекемелер. Екіншіден, қолжетімді орта құру саласындағы әлеуметтік қорғау, сәулет, құрылыс саласындағы жұмыс істейтін мамандар үшін. Үшіншіден, мүгедектігі бар адамдардың құқықтық қорғаумен айналысатын үкіметтік емес ұйымдар үшін. Төртінші, өздеріңіз қолжетімді кеңістік құқықтарын қорғағысы келетін адамдар үшін. Бесіншіден, HTTPC, DOSKAZ сайтында қолжетімді картасын толтыратын еріктілер үшін. Оқыту бағдарламасы шеңберінде қоғамдық объектілердің қолжетімділігін теориялық негіздері қоғамдық объектілердің барлық функционалды аймақтарында мүгедек адамдар мен халықтың жүріп тұруы шектеулі басқа да топтары үшін қолжетімді орта құруды қамтамасыз ететін нормативтік база қаралатын болады. Әрине, сіздерге теориялық білімді күнделікті өмірде қолдануға арналған практикалық жұмыс ұсынылады. Практикалық жұмыс аясында біз сіздерді қоғамдық ғимараттарды мониторинг жүргізу технологиясымен және мониторинг нәтижелерін қолжетімдік картасын енгізу үдерісімен таныстырамыз. Қолжетімдік картасын пайдалану үшін қолжетімді Қазақстан сайтында тіркелу қажет. Оны біз сіздермен бірлесіп жасаймыз. Сіз сайтқа өзіңізге ыңғайлы кез келген уақытта кіре аласыз және оқу бағдарламасының материалдарымен, дәрістер мен тапсырмаларды қатаң реттілігімен өзіңізге ыңғайлы кестеде таныса аласыз. Осы оқыту бағдарламасының басқа қолжетімді Қазақстан сайтында да сіздің қызметіңіз үшін көптеген қызықты және пайдалы ақпараттар бар. Дәрістерді зерделеп, практикалық жұмыстарыңызды үшін сіз сертификат ала аласыз. Екі түрлі сертификат беріледі: 4 сағат үшін және 8 сағат үшін. Сертификат алу шарттарының бір бөлігі барлық тыңдаушылар үшін бірдей. Барлық дәрістерді оқып, қолжетімді Қазақстан сайтына тіркеліп, қоғамдық нысанға мониторинг жүргізу қажет. Бұл сіз жұмыс істейтін немесе оқитын үйдің болуы мүмкін, немесе сіздің үйіңіздегі жанындағы дүкенде болуы мүмкін, немесе дәріхана, не болмаса баратын кафе, немесе кітапхана, сіздің таңдауыңыз. Ал енді айырмашылықтар туралы. Сіз мониторинг қорытындысы бойынша базалық форманы немесе сарапшыларға арналған форманы толтыра аласыз. Сертификаттардың екі түрі осымен ерекшеленеді. Негізгі формада объект туралы ең аз сұрақтарға жауап беру керек. Сарапшыларға арналған формада көптеген сұрақтар бар, сондықтан бұл форманы толтыруға көп уақыт қажет етеді. Бұл айырмашылықта осында: бәрі практикалық жұмыстан орындалу уақытына байланысты. Нысанды картаға түсіргеннен кейін сіз бұл туралы маған хабарласуыңыз керек. Қолжетімді Қазақстан сайтындағы контактілер қосымша бетіне өтіңіз. Барлық жолдарды толтырыңыз: атыңыз, тегіңіз, қалаңызды таңдаңыз. Хабарламаны еркін түрде жазыңыз. Мысалы, мен биосфера объектісін картаға түсірдім, барлық дәрістерді тыңдадым,
менің практикалық жұмысымды тексеріп сертификат жіберуіңізді сұраймын. Сіздің жұмысыңыз тексерілгеннен кейін сертификат көрсетілген мекен жайға жіберіледі. Сонымен біз оқуға көшеміз. Сәттілік тілейміз.